ема мен қалай қарды обойти етемін деп едім, оказывается былай мынандай нәрсе жасап қойып қарды кәдімгідей ема. Так барлықтарыңа саламатсыздар. Короче, мен сіздерді қыстың бірінші күнімен құттықтаймын және де бүгін Орлендте біз выживание жалғастырамыз, яғни бүгін выживать етпейміз, қысқа дайындық жасаймыз. Мынау қардың бәрін көріп тұрсыңдар ғой, ондайға шамалы дайындалған сияқты менің жеріме, мындай нелер қойылған, шыршалар бар. Короче, бүгін қысқа от душина дайындық жібереміз осы видеода, так что каналға лайк басыңдар, дәл осы моментте лайк бас және осы видеоны до конца көр, және советтеріңді қалдырып кет, қандай не салуға болатынын, және каналға жазыл. Так, короче, мен бірінші бастағым келіп отқан жерді шамалы мындай қарды убрать етіп жатырмын. Неге десеңіздер, қазіргі уақытта менде қазір көрсетемін сендерге. Так, мыналарды салып тастаймын, мында. Так, мыналарды мұнайға салып тастайық. Бұлар маған керек болмайды. Так, мында. Мыналар мусор лақтыра саламыз. Так, короче, мындай қарларды маған тазалап алу керек. Чуть-чуть керек. Так, осындай снежоктар жасаймыз. Бірінші очередь бізде снежоктар жасалып жатыр. Біліп тұрсыңдар ғой өздеріңде не жасайын деп жатқанымды. Ақ қала, яғни айтқанда ақ қала жасайын деп жатырмын. Мен қазір мынаның бәрін красить етіп біте алмаймын, по идее. Мен жігітжандарға да айтуым керек. Орлендтің балдарында қазір әрқайсысында проблема, әрқайсысы бөлек-бөлек түсіріп жүр, байқаған боларсыздар, бірге түсіріп жатқан жоқпыз. Бәрінде қазіргі уақытта бәрі колледж, университет, немесе жұмыста. Мен мысалы колледжден, мысалға менде қазір сессия және тест, анау-мынаулар жақындап жатыр, так что менде ондай қатты уақыт жоқ. Бірақ та мен бір күнде 2-3 видеодан түсіруге тырысып жатырмын. Жасап жатырмын, короче. Бірінші мен өзімнің жерімді, жекечан. Бірінші мына өзімнің жерімді қарғып алғым келіп тұр менің. Өзімнің ауламды дейді ғой, ауламды қарғып алғым келіп тұр. Өйткені бірінші өз үйіңнен басқа жерге қарама дейді ғой. Так, мұндағы ножницаны аламыз, сындырып, бұндан да мындай басталып аламыз. Короче, мұнаяққа біреу жасаймыз, сен барып лағып қарғыла бер. Мұнаяқтан тағы біреу жасаймыз, сен де лағып қарғыла бер, Ақтөс. Кстати, біздің Ақтөсті алдында Мэнди деген бала ешек біз видео түсіріп жатқан кезде байқамай атып тастаған болатын. Лук тиіп кетіп, Ақтөс бізде қайтыс болып кетті, короче. Ақтөстің қазір Ақтөс жоқ бізде, қарап отырсаңдар. Су да жабылмай қалыпты өзінің. Қандай әдемі үй салып берген. Емай, осы енді маған новый питомцы табу керек. Так, мынандай аққуыз алып қояйыншы да, қойыңыз. О, блин, салмайды екен, жаль. Так, сындырып алып кетейік обратно. Так, мыналар уже қарғып жатыр, байқап жатсыңдар ғой. Уже кәдімгідей қарғып жатсыңдар ма? Так, мында тағы бір. Сен бар екенсің ғой мында. Ничего, тағы біреуін сала салайық. Ема, ничего болса. И мынандай блок снегтарды қойған дұрыс па идея маған ше. Білмеймін, мен скоро бізге, кстати, сервердің ақшасын көбейтеміз, яғни айтқанда мынау безграничный сервер емес, безграничный емес серверлер шамалы ограничение бар, бірақ қатты емес, бір около дәу жер. Шегін таба алмайсыңдар, бірақ шегін тапқан өзінде, в общем, біз тауып көрдік. Қыстық биом ғой, көшеміз ба сразу деп мынаяқты жаздық қып, бірақ ондай болмады. Осы айға аздау ақша төлеген болатынбыз, так что шамалы енді білесіңдер, ол ақша да ондай қатты отқан жоқ. Ендігі серверде ақшасын көптеу төлеп қыстық биомға көшетін боламыз. Мұндағы жерде қарғылыңдаршы, брат. Бір-бірінің аттарын не алып үшіндер кетші әрі. Мыняқты, брат, мыняқты, пожалуйста. Красавчик, есіктің алдын көсіп қарғылсай. Молодец. Осылай есіктің алдын қарғылыңдар біреуін. Так, мұнда менің потологыма. Неме? Оп. Бәже сөнбей қалды ма? Так, мына полды негізі мынандай болған ұнамай тұр маған ше. Қар баспай қалады екен, бір жаман жерге ма. Так, ыңғайсыздық болады екен. Ничего. Так, мұндағы жердің бағана қарын алып кетіп едім ғой енді. Уже біраз қар шығып қапты мына жақта. Так, осыларды қойып жібереміз. Давай, қарлат. Мына жаққа қарай жүр. О жаққа жүрме, о жаққа бесполезно жүр. Я кейін алып, ана жаққа жүрсей. Опа. Ұрып жүре берсем қалай бар? Так, жеге мен мыналардың по идее мына битсем болады екен. Өздерінің удары өздеріне батпайды. Маған атып едім. Кстати, мына биткен кезде басы түседі деп еді ғой. Міне басы түспейді ғой жігітжандар. Басы түседі, сосын новыйдан жасап, көбін жасап аласың деп біреу айтқан маған. Сен мені алдап жерсің, братан, алдап жерсің. Мыналар бүйтіп атай берсең. Так, короче, мен қыстық дайындықты жалғастырғым келіп тұр, бірақ та мен өте керемет технология жасадым, қазір сіздерге көрсетемін. Мен қарды дұрыс таба алмай жатырмын ғой. Короче, мен қарды қазір жасап аламын да, и өзім төсеп шығамын өз қолыммен, бірақ ондай жасау үшін маған бірдеңе керек болып тұр. Қараңдар. Так, сындырамыз, біреу аламыз да, оны апарып, қазір анда саламыз.
қазір бізге қардың инкубаторын жасаймыз. Міне. Ой. Міне деп басыма келіп жатқан ғой. Так. Опа, міне. Вот қардың инкубаторы дайын. Міне. Осылай қар смело добывать ете аламыз да, офига қар. Міне жекечандар, мен қазір авто неге қойып қоя саламын. Қанша қар уже? Міне 2 стактай қар. Ей! Өлқа! Блин! Пісті ма біреу? Ей, мен ананы бір-ақ ұрғанда өліп қалады деп ойлағанмын. Жеге ондайын білгенде ұрмайтын едім ғой. Ренжімеңдер. Байқамай қалдым. Так, мынаны енді ойдан саламыз да. Ема, снег блок жоқ екен ғой менде еще. Так, біреуіне үшеуіне сай салайық. Так, мында, ой, блин, осын басыма киіп ала берем ше. Так, былай, екінші былай, и былай міне. Байқамай ұрып алмау керек екен мынаны, ұрып алса хана. Так, көптеген снег жинап тастаймыз, және де аяқтан асқабақтардың бастары пісе береді. Соларды сындырамыз. Маған негізі фермамды үлкейту керек екен асқабақтың басын. Ну ничего, мыналарды өте көп количествода шығарып жіберем. Сосын қалғанын өзім төсеп тастаймын бір жағына. Сол кезде найс. Осылай шыңды келтіреді ғой енді, блин. Байқамай қалдым. Вот мынандай қылып мен деген уже бір стак 52 блок жинатсам. Так, мынаны аласыңдар, былай қоясыңдар. Кәдімгі мынау жестко фармилка, мынау до того сынай деп жатыр. Лопатам уже алмазный. Прочность көрінмейді менікін да. Жеге андай пікадан прочность қал көрінеді ғой, бүйтіп мынандай істеген кезде астында урындардың жанында. Сондай қалай істейді, білесіңдер ме, білсеңдер комментке жаза кетіңдер. Так, менде уже 2 стак мынандай бар. Почти. Короче, жеге біз мынандай жасауымыз керек. Мен өзімнің жерімді өзім әдемілемесем, мындай мыналар аққалалар мындай жасай алмайды. Так что былай сындырамыз, біз обязательно мыналарды бүйтіп сындырамыз. Менде маған эффективность 4 па болғанда, я жеге по идее дерзко кететін еді. Мынаны барып мен зачаровать етіп қойтыншы. Ерінбей бар зачаровка болса, нормальный зачаровать етіп алайық. Апа, мынақтан кварц саламыз. Лазурит, кварц еттім ғой. Так, мынаны саламыз. Жалпы қосайын, эффективность 3. Мына нормально. Міне, осы ғой. Так, маған керегі. Опа, эффективность 3, прочность 3 вообще керемет. Мынақтан да эффективность 3 ашақ, 4 көтеріп аламын. В общем, нормально. Мынаны кварцын салып кетейік. Мынаны эффективность 3 бар мынада енді. Смело сындыра аламыз аналарды. Қиналмаймыз, мынандай блоктарды сындырып. Былай. Ей, пекпа. Так, мынанша сындырып болдық, бірақ бізде, короче, мен ойлап тұрмын. Мынаны біз былай қаптап тастағанымыз дұрыс па деп ше, сразу. Мынаны бәрін мен босатып, сындырып жатпай, осылайынан сразу қармен қаптап тастағаным дұрыс па деп ойлап тұрмын. Андай жолды түсірмей-ақ, осылайынан қармен қаптап тастаймыз. Сол кезде по идее нормально болады міне. Қыс биомға ұқсатып ше. Бізде қар жетеді, болмаса мен жаңағы мынаның өзін мен бір 3 минут па тұрып жасап алғаным өзі, почти 3 стак. Осыларды осылай жасай саламыз, смело, қиналмаймыз. Ой, байқамай. Ей. Так, осылай жасап қойдық. Мен по идее жеге мыналарды ше қамап қойғым келіп тұр өз басым. Міне үйде мысалға менде біреу жүр ғой. Өлмейді екен да. По идее менің уже биомым қыстыққа келіп жатқан сияқты по идее да. Так, былай қарай салайық. Так, былай емес, былай қарайық. Еще жазылып тұрады ғой, snowy деп па, snownet деп па, snowblock дейді. Так, жоқ, по идее ондай емес екен. Мен андай биомым қысқа қалай қыс болып, типа мынандай қарлар көп болса, типа қыстық биомға жатып, қар жауып кететін қалай істейді жеге, ондай болмай ма еді. Білсеңдер комментке жаза кетіңдерші, мен андай қиналғым келіп тұрған жоқ. Полный ана даланың бәрін істеп тастайтын болса, андай қарғып тастайтын ше. Қиналмай-ақ. Так, мына жер по идее уже мені қысқа ұқсап қалды. Кәдімгі туатын қысқа ұқсап қалды. Мына жерлер ауысады. Бұны уайымдамаңдар. Бұяқа снеговиктерді жібереміз. Мында снег тұрып қалған ба. Ема. Так, родной, балақай, былай қарай. Мені. Ема. Мені. Өзінің удар оған өзіне алмайды. Мені. Тигіздім. Так, мынанша бізде блок снег қалды. Біз блок снегтерді мынандай былай, так, былай. Өзімше сәндеп жасап қойын. Өйткені менде нехват болып тұр. Қазіргі уақытта блок снег. Сразу осылай жасай салайық. Өйткені блок снегті аздау кетіреміз біріншіден. Екіншіден, шамалы бәр жерді снег сияқты қылып қоямыз осылай. Қалған жерлері өздері баспаса да әдемі болып тұра береді. Қысқа
мен қазір сәндеймін, мынау снегпен ғана тоқтамаймын, если что жеге мынау снегпен ғана қыс қылып жібердім ма жерді, онша емес қой, че-то білмеймін, жеге бірдеме неге деген кәдімгі жазбай ақ қойыңдар. Мен бұны одан санай әдемілеймін. Так, мыналар пісіпті бізде. Так, мынау өзі біз шахматный доскаға ұқсап қалдық біртүрлі. Так, осылай сындырып қояйық. Мыналарды салып тастаймыз қазір осы жерлерге. Блок снегті. Так, былай. Все. Енді әдемі болып қалды. Енді блок снег сындырамыз. Қайттан, қалайсың? Мегавик. Привет. И добро пожаловать. Так, жеге для красоты мен андай снег блоктарды қойып тастадым, және ана жерлерді былай снегпен істеп тастадым. Міне енді қысқа ұқсайды по идее менің жерімді. Полноценный қысқа ұқсайтын жерге айналды. Және мынандай бізде шмошниктер жүр. Бұларды былай өздерінің оқтарымен атсаңдар болады. Ауырмайды бұларға. Так, арасында жестко атыс кетіп жатыр. Мұнда үшеу тұрып мынаны атып отыр. Ема. Кешен аңғарандар, мен мынандай тауып алдым. Черный зомби тауып алдым. Так, бұл жекел зомби скоро мен емдеймін. И бізде новый жекел пайда болады. Скоро, құдай қаласа. Скоро істейміз. Так, менің жерім мынандай әдемі болып қалды. Қалай ойлайсыңдар? Керемет, нормально әдемі болып қалды менің жерде. Күшті. Так, мыналар маған атып жатыр ма? Братишка, маған атып жатырсың, сен байқап тұрсың ба? Бәрі үшеу мынаған атып жатыр. Былай ұрып жіберсеңдер, бүйтіп өледі ғой. Не істеп тұрсыңдар десе. Так, короче, көріп тұрғандарындай менің жерім новогодныйға енді ұқсап болды. Мен шамалы басқашалау тағы сәндеймін ба деп едім, но менде ой болмай тұр как-то. Езден жазып кетіңдер, тағы не қосуға болады, осылай менің сәндегенім осылай болып тұр. Қалай ойлайсыңдар, сендер оған лайк. Давайте амандықтас, олтай кездескенше.